Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз The Red List, қызыл кітап деп аударсақ та болады. I can understand an article about animals in danger. Қауіпте тұрған жануарлар туралы мақаланы мен түсіндіре аламын деген аудармасы болып табылады. Бұл жерде сол туралы жазылған. Жалпы бұл жердегі астында мәтін мақала берілген екен. Осы мақаланы біз оқып аударады екенбіз. Тақырыбы danger humans, қауіпті және де адамдар. Сосын мәтінді оқып аударғаннан кейін мынау берілген жандағы сұрақтарға жауап беруіміз керек. Кеттік. When an animal attacks a person, there are always stories about it on TV and in the newspapers. Жануарлар адамдарға шабуыл жасаған кезде біз көбіне теледидарда және де газеттерде күніге көреміз дейді. But people are usually more dangerous than animals. Бірақ адамдар жануарларға қарағанда көбіне өте қауіпті болып табылады. Every year we kill approximately 100 million sharks, but sharks only attack 3 or 4 people and crocodiles 6 or 7. Әр жыл сайын біз шамамен 100 миллиондаған акуланы өлтіреді екенбіз. Бірақ акулалардың өзін алып қараған жағдайда олар жылына 3 немесе 4 адамды өлтіреді екен. Немесе қолтырауында алатын болсақ 8 немесе 7 адамдарды өлтіреді екен дейді. Салыстырмалы түрде. More people die in accident with chairs. Көптеген адамдар және де тек жануарлар ғана емес, жай ғана орындықтардан да қайтыс болып жатқандар да бар. Кездейсоқ жағдайда дейді. Animals aren't really a problem for people, but we are a problem for animals. Адамдар үшін негізі жануарлар проблема болып табылмайды дейді. Бірақ жануарларға біз өте қауіпті проблема болып табыламыз дейді. We eat millions of tons of fish and meat every year. Біз жыл сайын миллиондаған тонна балық пен және еттерді қолданады екенбіз, жейді екенбіз дейді. But people don't kill animals just for food. Бірақ адамдар тек тағамдар үшін ғана өлтірмейді екен. They also hunt them for fur or for fun. Өздерінің хобби ретінде занятиялары болады, солар үшін де қолданады. Және де мысалы бір керекті заттар үшін де ғана қолданады. Мысалға жануарларды біз норка деген жануарлар болады, солардың жүні керек ретінде соларды қолданамыз. Мінекей соны меңзеп тұр да бұл жерде, тек тағамын ет қылып жеу үшін ғана емес дейді. Well, you are reading this, people are hunting animals all over the world. Қазіргі жағдайда адамдардың кейбір түкпір-түкпірінде әлемдегі кейбір адамдар осы нәрсені орындап жатыр, яғни жаман осы аңшылық жасап өлтіріп жатқандар бар дейді. At the moment, animals are becoming extinct in every part of the world. Қазіргі кезде жануарлар жойылып әлемнің түкпір-түкпірінен жаңағы жойылып кетіп жатыр дейді. Жойылып бара жатыр. The red list of animal in danger in Kazakhstan includes species of horses, leopards, wild dogs, lynx, otter, bats and bears. Бұл жерде Қазақстандағы қызыл кітапқа енген кейбір жануарлар бар дейді. Оларды атап айтсақ, асыл тұқымды жылқы, леопард, жабайы иттер, сілеусін, құман және жарғанаттар, аюларды қосқан дейді. We aren't killing all these animals directly, but they are dying and becoming extinct because of human behavior. Біз қазіргі жағдайда бұл жануарларды өлтірмейміз, бірақ олар адамдардың осы істеген әрекеттерінен өліп жатқандар өте көп дейді. Іс-әрекет деп жаңағы аңшылық жасап
заңсыз түрде өлтіргендерін айтып жатыр. Our pollution and construction is changing the climate and animals' habitats, and time is running out for some animals. It's important to change our actions now and save the animals. Біздің осы ауа райын айтатын болсақ, ластануы бар, және де күрт өзгеруі бар. Осы жағдайлардың барлығы жануарлардың мінез құлқына өте қатты әсер етеді дейді. Жалпы жануарларға. Және де біз өзіміз дейді, жануарларды қорғап қалу, және де біз өзімізді іс-әрекетімізді өзгерту, ол өте маңызды болып табылады дейді. Мінекей мақаланың аудармасы осы. Енді сұрақтарға жауап беретін болсақ, which is more dangerous, a shark, a chair or a person? Әрине жауабы a person. Бұл жердегі қандай жағдай өте қауіпті болып табылады деп жазып қойған. Shark, яғни акула, орындық немесе адам. Әрине адамның өзі болып табылады. A person, жауабы. Okay, we'll continue with exercise number 2. Read the text again, choose the correct answer. Біз тапсырманы мақаладан аламыз. Не істеуіміз керек? Мінекей, біз не істейміз? Бірінші алдымен біз жаңа мәтінді аудардық қой, ішіндегі көк сөздері берілген, ол жаңа сөздер болып табылады. Оны аударатын болсақ, approximately шамамен, attack шабуыл жасау, accident кездейсоқ жағдай, апаттар десек те болады, pollution ластау, actions іс-әрекеттер және save сақтау. And exercise number 2 дедік. Бұл жердегі мәтінге қарап жауап береміз. Жауабы болады. Crocodiles are more dangerous than a shark. A тұсқасы sharks. Okay, number 2. Sharks attack C нұсқасы 3 or 4 people every year. C нұсқасы болады. Үшіншісі, people kill animals for meat, fun and fur. Яғни С нұсқасы. The fourth, төртіншісі, the red list is a list of animals becoming extinct. C нұсқасы. Okay, бесінші, соңғысы, the writer wants readers to change what they do. Okay. Тұра тұрыңыздар, бұл жерде, яғни қай нұсқа болады? C нұсқасы болады. Тұра тұрыңыздар қазір. A нұсқасы болады екен, A нұсқасы болады. Окей. Жалғастырамыз. Бұл тест түрінде берілген. Енді үшінші, бұл жерде не істеуіміз керек? Бұл жерде бізде жаңағы көк сөздерді айттым ғой, жаңа сөздер болып табылады деп, сол сөздерді біз мынау сөйлемдерге қолданады екенбіз. Мінекей, sharks don't often attack humans. Attack болады. The second, there are approximately 6,000 wild tigers in the world. Approximately жауабы. Үшінші, some people are trying to save endangered animals. Жауабы save. The fourth, there are more people who die in accident with chairs than with animals. Accidents. The fifth, human actions are changing the climate. Actions болады. Алтыншы, there is a lot of pollution in big cities. Жауабы pollution. So next exercise number 4, answer the questions. Сұрақтарға жауап бер және де compare your answers with a partner. Яғни бұл жерде жанындағы сыныптастарыңмен жауаптарыңды салыстырып және де салыстырып қара дейді. Бұл жерде яғни сұрақтарға жауап беруіміз керек.
Which animals do you like? Немесе dislike. Why? Мысалға мен жауап бердім. I like dogs because they are funny. I dislike snakes because they are disgusting. Disgusting деген жиіркенішті. Yeah? Okay, next. In addition to the animals in the text, which animals are endangered in your country? Why? There are several endangered animals in Kazakhstan, such as snow leopard, tigers, and saiga. Үшінші. What are people doing to save these animals? Жауабы. People are creating specially protected areas and ecological corridors for such animals. Yes. And the fourth, do people hunt animals in your country? Why? Yes, they do. Some people hunt animals for food, some do it for sport. Деп мен жауап бердім. Мен сіздерде басқа мүмкін жауап болуы мүмкін. Okay, is pollution a problem where you live? Why? Pollution is a big problem where I live. There are some plants and factories that pollute water and air, and people drive cars that pollute air too. Yes. Мінекей осы жауаптар болады. Сіздер мұқият болыңыздар. Сіздердің жауаптарыңыз мүмкін басқа болуы мүмкін. Okay. Our lesson is over. Осымен сабақ біздің аяқталды. Келесі сабақты жіберіп алмас үшін арнама міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беремін. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.